Армысыздар, құрметті ата-аналар. Бүгінгі жиналысымызға қош келдіңіздер. Тақырыбымыз біздің адал ата-ана қауіпсіз балақай тақырыбында. Бұл балаларымыздың қауіпсіздігі ең бірінші біздің басты міндетіміз. Ата-анамыз бар, педагогтар, мектепке дейінгі ұйымдар. Біздің басты мақсатымыз, міндетіміз осы тәрбиеленушілердің өмірі мен денсаулығын қорғау. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің 30 шілдедегі 194 бұйрығы бар. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша. Біздің педагогтарымыз осы қыркүйек 2025 жылы қыркүйек айынан бастап осы тәрбиеленушілерге тәрбие мен білім беруде. Осы адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында өздеріңізге белгілі біздің осының бәрі ұлттық құндылыққа негізделген білімнің бастауы болып табылады. Осы біздің тақырыбымыз бала қауіпсіздігі. Бірігіп, ынтымақтасып, сақтық шараларын біз тәрбиеленушілерімізге осы бастан мұқият сақтамасақ, қауіпке әкеліп соғуы мүмкін. Оның барлығы біздің баланың қауіпсіздігі, тәрбиеленушілеріміздің ұлт болашағымыздың дені сау ұрпақ, тәрбиелі, саналы, сапалы ұрпақ қалыптастыруымыз қажет. Енді біздің педагогтарымыз, Тәушен ана бөбекжай бақшасының педагогтары қазір сіздермен бірге, психологымыз Эльмира апай тренинг өткізеді осы бала қауіпсіздігі туралы. Ұлдармен Искакова сіздермен осы ұйымдастыру жүргізеді. Оның бәрі балаларымыздың қауіпсіздігіне бағытталады. Сіздерден өтініп сұранамыз, балалардың отбасы жағдайында қараусыз қалдырмаңыздар. Біздің бүлдіршіндеріміз келешек. Осы болашақ білімді, білікті балаларымыздың болашағына бей-жай қарамаңыздар, жауапкершілікпен қараңыздар, үйде қараусыз қалдырмаңыздар. Қаншама қауіпсіздіктің алдын алу шарасы үйде де жүргізе беріңіздер. Ата-аналар сіздерге сұранамыз. Білесіздер барлықтарыңыз, жақсы оқымаған, өзінің жаңағы почерк дейміз ғой, жақсы емес, сонымен оны мектептен шығармай барады ғой, мектеп. Сөйтіп ата-анасына береді, мамасына. Балаңыз сіздің достарындағы өздерінің достарына кедергі жасап жатыр. Сонымен оны алып не істейді мамасы? Айтпайды ғой. Баласына айтады, сенің үлгерімің жолдастарының қасында әлде қайда үлгерімің жоғары, талпынысың жоғары, олар сенің деңгейіңе жете алмай жатыр. Сол себепті мен сені жеке оқытамын дейді. Сонда ана бала қабілеті де жоғары, кәдімгі үлкен ғалым болады. Бұл жерде ата-ана, анасының қолдауы үлкен мүмкіндік ашты. Үлкен деңгейге өркенге жол ашамыз. Қайта айта береміз оны. Қараусыз қалдырмаңыздар. Бөтен білесің ба? Телефон нөмірімді білесің ба? Соның бәрін жиі отырып, жағына сақтаңыздар балаларыңыздың. Қандай жағдай болады? Кім біледі? Соның бәрін қауіптің алдын алуымыз керек. Сақтық шарасы ғой енді. Енді біздің бұл психологымыз не айтқысы келіп жатыр бұнымен, бұл жағдаятпен, ойынмен, бұл жерде үйде де ынтымақта болу керек, бір-бірін түсіну керек. Екі тараптан болады ғой негізі, қандай нәрсе болмасын. Мысалға баласызды түсінбей тұр. Ол не үшін көңіл күйі жоқ? Оның ішінде не бар? Не айтқысы келіп тұр? Біз тыңдай білуіміз керек те баланы. Баланың жүрегіне, көңіліне жаңағы қарасақ, оны тыңдасақ, оның да айтатын ойы бар. Сол себепті осы жағдаяттың бәрі бір жерде ынтымақ тыңдай білуде. Бірінші біз тыңдасақ, мысалға, қазір сіздер барлықтарыңыз оң қолдарыңызда сұқ саусақтарыңызды көтеріңіздерші. Сұқ саусақтарыңызды көтеріңіздерші дедім. Мен сіздер тыңдады, мен тек дананың мамасы. Мен көрсеткенімді емес, мен айтқанымды тыңдауларыңыз керек. Сұқ саусақтарыңызды көтеріңіздер дедім. Дананың мамасы тыңдады. Сол себепті бұның барлығы балдарды тыңдай біліңіздер. Баламен жақсы қарым-қатынас, баланың үлкен жауапкершілікпен. Осы жиналысымыздың мақсаты да, қорытындысы да балалардың қауіпсіздігі.
балалардың қауіпсіздігін екі жақтап сақтайық, олардың алдын алайық, сіздердің, біздердің жауапкершілігімізді арттыру. Бұл жерден шығатын қорытынды осы. Балдарды қауіпті заттардан сақтайық. Мезгіл-мезгілмен айтып отырайық. Негізі ата-ананың сөзі жадында сақталады. Сол себепті сіздердің әрбір салмақпен бір өнегелі 15 минут бар ғой бізде қазір. Адал азамат бір тас тәрбие бағдарламасы бойынша. Осы бойынша ғой жаңағы адал ата-ана, қауіпсіз балақай, осының барлығы Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің тапсырмасымен осы балаларымыздың қауіпсіздігін, ата-ананың жауапкершілігін арттыру мақсатында ұйымдастырылып отыр да. Сол себепті сіздердің әрбір 15 минут, 5 минут балаға көңіл бөліп, оның ақыл парасатын дамытуда айтылған өнегелі сөздеріңіз оның өмірлік ұстанымына айналады, өмірлік тәжірибесіне айналады. Сол себепті баламыздың қауіпсіздігін сақтап, алдын ала сақтау шараларын, түсіндіру шараларын үйде күнделікті жүргізіп отырыңыздар. Енді біздің педагогтарымыз да жақсы түсіндіріп жұмыстарын жүргізді өз деңгейінде. Іс-шаралар да жүргізіліп жатыр. Өрт қауіпсіздігі бойынша электр токтарына жақындамау бәрін ашық. Кішкене балалардың қауіпсіздігіне байланысты. Мына осы сұрақтарға өздеріңіздің я жоқ деген пікірлеріңізді жаза кетесіздер. Таныстырып өтейін. Яғни балабақшаға келер алдындағы баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді ме аналары? Бақылау жасайды ма балаға? Балабақшаға дейінгі қауіпсіздігі, балабақшаға дейінгі баланы бақылау болып табылады, өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Яғни балабақшаға шығар алдында баланың температурасын, дене қызуын бір көріп болды. Сондықтан дене қызуын тексеріп, баланың ауырып тұрса, лажы болса жібермей тәрбиешіге ескертуге. Киімі ауа райына сай, яғни сәл жел болса жылы киіндіріп деген сияқты қауіпсіз заттар қалтасында жаңағыдай балаңызға температурасын қатты зер салып, балабақшаға солай қадағалап жібересіздер ма деген сияқты мақсатта қойылып отырған сұрақтар. Барлық сұрақтарға иә деп жауап берген екен Дананың мамасы. Алып жарында балабақшадан кеткенше жақсы болып ауырмай, аман-есен ата-анасының қолына барса, мен бізге осы бір күнгі бақыт, осы жерде жұмыс жасап жатқан қызметкер